Баршаңызға сәлем. Бүгін мен ресторанда жұмыс істеп жүргендегі рецептіммен бөліскім келіп тұр. Ол чесночный хлеб. Осы рецептпен істесеңіздер дәмі өте күшті шығады. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, ал біз бастаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы плавленный сыр, бөлме температурасындағы сары май және бір бас сарымсақтан 6-7 штук керек болады. Осылай майдалап аламыз. Теркамен немесе пышақпен майдалап алсаңыз да болады. Міндетті түрде майда болу керек. Сарымсағымызды қосып, енді кішкене ғана укроп және петрушканы майдалап турап қосамыз. Мен керек заттардың барлығын қандай мөлшерде екенін төменде жазып өтетін боламын. Тұз және қара бұрыш қосып, барлығын бір қалыпқа келтіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осындай болады. Ал мен осындай магазиннен жұмсақ нан алдым. Сіз булка нан қолдансаңыз болады, немесе түрлі багеттер бар, соларды қолдансаңыз болады. Барлығын осылай жайып шығамыз. Пышақпен, маған пышақпен ыңғайлы, кішкентай қасықпен жықсаңыздар да болады. Әр кусок нанға осылай жағып шығатын боламыз. Барынша жұмсақ нан қолдана беріңіз. Чесночный хлебті сол кезде жұмсақ болып шығатын болады. Енді табамызға бәрін жайғастырып, 200 градуста тек қызарғанша ұстаймыз. Ол бар жоғы 8-7 минут қана кетеді. Қайта-қайта көріп тұруыңыз керек, күйіп кетпесін. Осындай күшті сұйық тамақтармен әсіресе күшті кетеді бұл. Менің күйеуіме, қайныма қатты ұнайды. Ер кісілерге көбінесе ұнайды. Осы чесночный хлеб жасап көріңіз, дәмі деген керемет. Арнама тіркеліп, мені қолдауларыңызды сұраймын. Арнамда түрлі пайдалы рецепттер бар және алда көптеген болатын болады.